Бүгін аңшылықтан жолым болды. Қасқыр інін оңай таптым. Аналарын пытырамен атып түсірдім, ал балаларын итім талап тастады. Бүгінгі табысымен жұбайыма мақтанып тұрғаным сол еді. Алыстан қасқырдың ұлығанын естідім. Бірақ бұл жолы ерекше, жалғыздық пен қайғыға толы болды. Ал келесі күні азанда қанша қатты ұйықтасам да үйдің дүрсілінен оянып тұрдым. Не болғанын білейін деп есік алдына жүгіріп шықтым. Көзімнің алдында жан түршіктірер көрініс тұрып қалды. Үйімнің алдында үлкен қасқыр тұр екен. Итім байлаулы, сондықтан шынжыры жетпей тұрды. Бірақ жеткенде де көмегін бере алмайтын шығар. Ал қасқырдың алдында менің қызым ойнап тұрды. Дәл осы сәтте жіпсіз байланғандай болдым. Үлкен қауіпте тұрған қызым сезінбей тұрды. Біз қасқырмен көзбе-көз кездестік. Үй басшысы деп түсіндім. Тек қызыма тиіспе, одан да мені өлтір деп ақырын ғана сыбырладым. Көздерім жасқа толды. Осы кезде қызым, әке сізге не болды деген сұрағымен алдыма жүгіріп келді. Кеудеме басып, құшақтап отырып қалдым. Ал қасқыр, менің оған әкелген ауыршылығыма қарамастан, қызыма да, маған да зиян тигізбей жайымызға қалдырды. Анасы мен балдарының өлгеніне де қарамастан. Иә, ол кек қайтарды, бірақ қансыз кек қайтарды. Ол өзінің адамдардан мықты екендігін көрсетті. Ол жүрегіндегі ауыршылығын жеткізді. Және мен оның отбасын өлтіргенімді түсіндірді.